Ал 8 миллиард халықта басқа той жоқ. Біздің жақын Армысына солдым. Мына жерде бір пікір жаза кеткен ғой, Құдай-ай, мына көкеміз енді қандасымыз екен, бүйтіп айтып жатыр да, енді ысырапшылық болмасын. Бірақ маған бір нәрсесі ұнамағаны, тойға ысырап жасамаңдар, әр нәрсені жаңағы тұсаукесуден бастап өліп жаназаға дейін шілей той болып кетті, жаңағы ысырапшылық болмасын деп. Енді дұрыс, енді жағдайды ойлап та, халықтың жағдайын, қалтасын ойлап та айтып жатқан шығар. Бірақ біз мына нәрсені ұмытпауымыз керек та, мың өліп мың тірілген ұлтпыз. Ана 100 жылда кеңес өкіметінде қалай өмір сүргенімізді білесіздер. Одан алдыңғы аштықта да, одан алдыңғы феодалдық заманда да қалай өмір сүргенін білесіздер. Енді Құдай-ай, бір осындай бір қазір тыныштық заман дейікші, өйткені мен барлық азаматтарға айтамын, осындай қазір коррупция сатқындар отырғанда, керісінше жер алып, бүкіл құжаттарларын жасап, бүкіл бизнестерін жасап алыңдар, осындай сатқындар отырғанда. Өйткені ертеңгі күні заңды сақтап қалған, тәртіпті сақтап қалған ер азамат келсе, тырп ете алмай қаласыңдар. Әркімге 8 соттық, әркімге бір завод деп айтылатын болса, бір жерлерінде жаңағы құйрығымен сүңгит болып қалады. Сондықтан қазір мынандай сатқындар отырғанда, жерді алып алыңдар, бизнесті жасап алыңдар, Қытаймен де сауда-саттық жасап алыңдар, басып алыңдар деп барлықтарына айтамын. Енді Құдай бір кредит алып, бір той жасап жатса, енді мына жақта келіп енді той жасамаңдар дейді. Сонда біз өз ана тілімізді жөн сөйлей алмаймыз. Біз өз мемлекетімізді әлі құра алмай жатырмыз. Біз қазақшылықты әлі, мысалға, көрісу, өлгеннен кейін көріскенді мереке қылып тойлап жатыр шатасқан азғындар. Енді кеп бір тойымыз бар екен, Құдай-ай, бір бетіме бір кішкентай жұрнағы ұлтымыздың қалған бір той. Ойбай, оны байлар жасаған, ойбай, оны бір сізге не, сіздің қалтаңызға түсіп жатыр ма? Мысалы, мен де кішігірім жасадым, мысалы, өзім алдым қарыз, өзім көтердім, өзім соны төледім. Мен жұрттан соны қарызданған жоқпын. Бір той бар екен, ойбай, пәлен әнші шақырыпты. Сіздерге не? Сол тойдың иесі төлеп жатыр ғой. Жастарды кейін ажырасып нетіп жатыр. Ол ары қарай солардың көрген тағдырлары маңдайына жазған пешенесі. Құдай енді сол тойға енді көре алмаушылық па, енді сол тойға күндестік па, енді жасасын той, көрсін. 100 жыл бойы аштықта жүрген адам көрсін енді тойды.